Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын және қытырлақ болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 15 минутта дайын болады. Және де видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Сары майымызға қантымызды саламыз. Толтырмай 1 шай қасық тұз және де 1 қасық ваниль қантын саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып және де араластырамыз. Bir шай қасық қопсытқышты ұнға араластырып аламыз. Ұнды біз 2 бөлікке бөліп саламыз және де жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызға қара шоколадымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен кондитерлік қап қолданамын. Сіздерде болмаса, жай үйде болатын салафандарды қолдансаңыздар болады. Арасын алшақ етіп салу керек. Өйткені пешке барған кезде жайылып кетеді. Бетін қасықпен тегістеп шығамыз. Қасықты кішкене суға батырып алып тегістесеңіздер жабыспайды қасыққа. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Шамамен 10 минут, 15 минутта пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.